Денсаулыққа қалай күтім жасау керек? Жасыратыны жоқ, отырықшы жұмыс біздің денсаулығымызға теріс әсер етеді. Омыртқа зардап шегеді, мойындағы қан ағымы қысылады. Бұл орталық нерв жүйесінің әртүрлі ауруларына әкеледі. Егер сіздің жұмысыңыз компьютер алдында болатын болса, онда сіз денеңізге қосымша уақыт бөлуіңіз керек. Спорт залға, бассейнге, массажға бару керек. Отырықшы жұмыстың салдарын болдырмау үшін спорттық рекордтар орнатудың немесе жарақаттанатын және шаршататын спорт түрлерін таңдаудың қажеті жоқ. Бірақ сіз кеңседе жасай алатын күнделікті жеңіл гимнастика туралы ұмытпаңыз. Демалуға және кейбір бұлшықеттерді аздап дамытуға көмектесетін көптеген жаттығулар бар. Егер сіз компьютерде ұзақ уақыт кеңседе болумен немесе бір қалыпты болумен байланысты болсаңыз, сізге пайдалы ақпараттарды ұсынамыз. Әрбір сағат сайын жұмыс орнынан тұрып, буындарды созып, қанның бүкіл денеде жақсы айналуына мүмкіндік беріңіз. Алдымен сіз өзіңізге дабыл қойып, сол бойынша аздап созылып, организмде сұйықтық қорын толтыра аласыз. Мысалы, салқындатқышқа дейін және артқа қарай жүріңіз. Егер көп жұмыс жасасаңыз және басқа нәрсеге уақыт бөлу мүмкін болмаса, жұмыс орнында жеңіл жаттығу жасаңыз. Басыңызды еңкейтіңіз, иығыңызды айналдырыңыз. Аяғыңызды сәл көтеріңіз және бірнеше айналмалы қозғалыстар жасаңыз. Кешке қарай жұмыс үстелінде ыңғайсыз, алға қарай бүкірейген күйде ұзақ уақыт болу сізге арқаның ауырсынуын қосады. Жұмыста үзіліс кезінде қабырғаға жақындап, оған арқаңызды тигізіңіз. Кем дегенде 2 минут осылай тұрыңыз. Белдегі ауырсынуды жеңілдету үшін орындықты үстелден итеріп, аяғыңызды оның үстіне созып қойыңыз. Аяғыңыздың ұшына қолыңызды созыңыз. Бұл жаттығу кезінде бүкіл денеңіз, әсіресе мойныңызды босаңсытуға тырысыңыз. Сондай-ақ мүмкіндігінше бұралу мен иілу жасаңыз. Олар омыртқаның ауырсынуына жақсы әсер етеді. Кеңседе ғана емес, қарапайым өмірде де көбірек қозғалуға тырысыңыз. Лифттің орнына баспалдақты пайдаланыңыз. Көлікті кеңседен алыс қойыңыз. Немесе серуендеу үшін автобустан бірнеше аялдамаға ерте түсіңіз. Тірлігі қайнап жататын кеңседе қозғалатын орында аз болады. Ондай кезде сіз орныңыздан тұрып кетуге әдеттеніңіз. Мәселен, әріптесіңізге бір қоңыраумен хабарласу арқылы шеше салатын істі кабинетіне барып айтып келіңіз. Негізінен ұзақ отырып жұмыс істейтін адамдарға әрбір 15 минут сайын орнынан қозғалып тұрғаны жөн. Жұмыс уақытының әрбір сағатында 5-10 минутыңызды дене шынықтыруға бөлгеніңіз дұрыс. Көп отырып жұмыс істейтіндерге ең пайдалы жаттығу жүру және отырып тұру. Жұмыстан соң жай ғана серуендеп үйге жаяу қайтудың өзі денсаулығыңызға көп пайдасын тигізеді. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.